Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Ақылды жігіт. Өткен заманда бір данышпан шал жасаған екен. Оның 3 ұлы болыпты. Ұлдары ер жетіп есейіпті. Шал ұлдарына: "Балдарым, міне есейіп қалдыңдар. Енді сендер түрлі қалаларға барып, қорған құрып қайтыңдар" депті. Үлкен ұлы атасының алтындарын алып, басқа қалаға барыпты. Ол жерде үлкен үй салдырыпты. Ортаншы ұлы да тағы басқа қалаға барып, ол да үлкен үй салдырыпты. Кенже ұлы ақылды жігіт екен. "Әкем түрлі қалаларда қорған құрыңдар дегені ол дос, бауыр арттырыңдар деп айтпақшы болған болса керек" деп ойлапты. Ол басқа қалаларға барып, достар, жақсы кісілермен араласып, достасып қайтыпты. Шал бір күні ұлдарына: "Қане, кім қай қалада қорған құрды, барып көрейік" депті. Барлығы үлкен ұлы салған үйге барыпты. Үй қаңырап, жалғыз өзі тұр. Ешкім жоқ. Шал үндемепті. Екінші ұлы салған үйге барыпты. Ол да дәл солай. Қаңырап, ешкім жоқ. Шал тағы үндемепті. Сосын кенже ұлы айтқан қалаға барыпты. Оларды кенже ұл достасып қайтқан адамдары, достары ізет құрметпен күтіп алыпты. Бірінен соң бірі үйлеріне шақырып, қонақ етіпті. Сонда шал балдарына қарап: "Әр қаладан табысқан достарың бұл әр қалада құрған қорғанмен тең болады" деген екен.